Сәлеметсіздер ме, көрермендерім? Мен бүгін сіздермен бірге үй жағдайында люля кебаб жасап көрсетемін. Мен бүгінгі тамаққа лаваш алдым. Орташа пішіндегі укроп, петрушка, сосын бір сәбіз, бір пияз, бір түйір қызыл тәтті бұрыш алдым. Сосын жартылай аштық бұрыш алдым. 700 грамм етті тартқыштан өткізілген. Мінекей фарш, өзіміз фарш дейміз ғой енді. Сол кішкене май қостым. Бұған шпажкиді қолданатын боламыз. Шпажкиді алдын ала күйіп кетпес үшін суға салып қойдым. Қазір духовкада піскен кездері күйіп кетпес үшін суға салып қойдым алдын ала. Бісміллә, енді кеттік. Ал енді бисмиллахи-рахмани-рахим деп бірінші етімізді салып алайық. Ыдысымызға үлкендеу табақ алып салып аламыз. Укропымызды салып аламыз. Пиязды ұсақ турап салып аламыз. Бірінші ұсақ турап. Бізге бір пияз жетеді. Тұрап алған пиязымызды сәбізді натеркімен өткізетін боламын. Бір сәбізді өткізіп алдық. Оны да бұған салатын боламыз. Кішкентай шай қасықтан тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Енді мына жартылай аштық бұрышымызды да осылай майдалап турап аламыз. Тәтті бұрышымызды да осылай. Петрушкамызды майдалап, мінекей қосатын боламыз. Енді осыны жақсылап, тұзын бұрышын салып, салмасын дайындап аламыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Мінекей фаршты араластырып, дайындап алдым мен. Енді бұны лаваштың арасына орайтын боламыз, рулет жасап. Бисмилля, кеттік. Лавашты алып, осы лавашқа орайын. Мына жерде төртеу ма? Мен аны бірінші төртке бөліп алайын. Осылай мінекей өстіп төртке бөліп алайын. Төртеуіне теңдей болу үшін.
осты орап қоямыз да. Қазір әдемілеп кесіп шпажкеге қадайтын боламын. Және біреу көрсетейін. Осылай. Осылай бәрін орап шығамыз. Осылай етіп, неге төртеуін орап алдым, төртеуін бөліп, неге мына жерлеріне артықтарын салдым, жиектеріне. Енді бұны 4-5 сантиметрден кесіп, шпажкеге дізетін боламыз, қазір көрсетемін. Енді мына бірінші жасап қойғанды аламын, бісміллә деп. Мынаны аламыз да, осыны 4 сантиметрдей кесеміз. Оны етіп. Осындай етіп кесіп аламыз да, осылай шпажкелерге тізетін боламыз. Біреу, мен төртеуден тізіп жатырмын, әркім енді өзінің несіне шпажкені қарап тізе береді, осылай. Осылай бәрін тізіп шығамын. Бетін осылай. Осылай бәрін тізіп шығатын боламын. Неге бәрін осылай тізіп алдым. Енді бетіне жұмыртқа жағатын боламын. Жұмыртқаны осылай жағып шығамыз. Неге мен бәріне жұмыртқа жақсылап жағып алдым. Енді бұны 180 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Мен духовканы қыздырып қойдым. Тамақ піскенше, бұйыртса, тамақ піскеннен кейін бұйыртса ораламыз. Мінекей достар, күшті болып пісіп шықты. Люля кебабымыз 30 минутта пісіп шықты. Негізі мен 40 минут қоям ба деп едім. Жоқ, 30 минутта пісіп шықты. Сіздерге ас болсын, сіздерге ұнаса лайк басып, өздеріңіз үй жағдайында пісіріп жесеңіздер болады. Күшті керемет болып шықты, дәмді болып.